Парламент мәжілісінің депутаттары көшбасшы партияның өңірлік филиалында ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Сапар миссиясын жеткізді. Халықпен дидарласу барысында айтылған ұсыныстарды назарға алғандарын, кейбір мәселелерді депутаттық сауал ретінде үкіметке жолдайтындықтарын да айтты. Депутаттар ел президенттің 5 әлеуметтік басымдығын жүзеге асыруда облыста жүйелі жұмыс барын өз көздерімен көргендерін айтты. Сонымен қатар қоғамда көтеріліп отырған бірқатар мәселелер бойынша Қызылорда телеарнасы қойған сауалдарға арнайы жауап берді. Олар туралы толығырақ сенбі күні 3 ақпараттық сараптамалық бағдарламасынан көре аласыздар. Жалпы мұғалімдер мәртебесін және жалақысын көтеру турасында Дархан Мыңбай былай деді. Кеше ғана бюджетті нақтылау кезінде 62 миллиард теңге бөлініп отыр осы мұғалімдердің жалақысын көтеруге. Бұл шын мәнінде нақты қолдау. Бұрынғы категорияларын сақтап қалады және қосымша жаңа мазмұндағы білім беретін мұғалімдер аттестациядан өтеді, оларға қосымша тағы да қосылады. Және тіпті басқа мұғалімдердің орнына сабақ берген кездің өзінде де жаңағы 30%-ке дейін ақша төленетін болады. Мұның барлығы, мен ойлаймын, шын мәнінде осы жолдауда айтылған. Одан кейін кешегі мынау елбасының 5 бастамасында, әлеуметтік бастамасында айтылған мәселелердің бәрі жүзеге асатыны нақты деп айтымыз келеді. Облыс тұрғындары барлық реформа жаңалықтардан жақсы хабардар екен. Бірнеше елді мекенді аралағанда осыған көзіміз жетті дейді өз кезегінде Фахреддин Қаратаев. Халықпен кездесулерімізде көптеген туындаған мәселелерді біз алдық. Осы мәселелер бойынша жұмыс атқарамыз. Мысалы, Жалаңаш ауданына барып, Аққұм елді мекеніндегі халқымен кездесуімізде біраз өздерінің жақсы ой пікірлерді білдірді. Бұл енді әрине бұл бастамалардың барлығы енді келешекте қалай жүзеге асады. Осы мәселе бойынша да біз халықтың белсенділігі керек. Басшылардың, біз енді мұны жергілікті атқарушы билік дейміз ғой. Осы жергілікті атқару биліктің сөйердегі қызметкерлерінің жұмыс бабында, ол ертең жоспарында, ертең ол көрінеді. Ертең қайттан парламент депутаттарына шығады, әлі тағы да Құдай бұйырса тағы да кездесулер болады. Сондықтан бұл мәселелердің барлығını бәрімізді бірлесіп, қолға алып, осы мәселенің дұрыс жүзеге асыруына ықпал етуіміз керек.